Сәлем барлығына сіздермен бірге, мен Сайлау Абди. Америка Құрама Штаттарына визаны 100% қалай алуға болады? Сұрақ. Өте күрделі, бірақ мен үшін күрделі емес. Қазір оның не үшін екенін сіздерге айтып беремін. Сұрақтардың бірі. Сол жөнінде жауап бергім деп тұр. Прям толыққанды жүрегімде бір көшеде кетіп баратып туындаған жауаптардың бірі. Америка Құрама Штаттарына виза алу. Әрине виза алу ол менің қолымда көпшілік маған тапсырып жатқан, маған сеніп жатқан документтердің адамдардың барлығын қалай өтуі, виза алу ол менің қолымда. Не только ол там документ тапсыру, анкеталы толтырып беру, консультация беру, қажетті документтерді там жинап беру, ол емес мүлдем. Основной мен сіздерге мотивация беруім керек. Сол мотивацияны қазір сіздерге бергім келіп тұр. Мұқият тыңдаңыздар и шынымды айтсам, кімде-кім жүрегімен барғысы келеді, жүрегімен қалайды жұмыс істеуді, нормально ақша табуды. Мен өткен жолды дәл сіздер қайталауды. Мұқият тыңдаңыздар. Вообще қалай бастадым осы жұмысты, сол жөнінде айтқым келіп тұр сіздерге. Алғаш 2015 жылдар алғаш келген уақыттарда дәл өздеріңіз секілді жұмыс істеп жүрдім. Мен постоянно оны стримдарда, басқа да нәрселерде айтамын. Сол кезде, допустим, мысалы күніне $600-700 зарплата алатын едік. Біз білеміз, бір жылда 54 апта бар. 54 апта, и бір күні мысалы маған идея келеді. Неге вот мен мысалы көптеген келіп жатқан балдарды, жігіттер, қыздарды, оның ішінде там достарым бар, барлық нәрселерді виза жасатып беріп, одан кейін жұмысқа орналастырып жатырмын. В принципе, мысалы бір жылдың ішінде там 10-15 адам орналастырып жатырмын. Неге осыдан ақша жасамасқа? Нормально, мен қолымнан келетін нәрсе, адамдармен сөйлесу, там бүкіл байланыстарымды, связьдарды қосуға дегенде. И вот, ойлана бастадым. Мысалы, өзім ойлап қоямын. Мен аптасына $600-700 аламын. Нью-Йорктағы орташа баға, там жұмыс тауып беру бағаның құны сондай. Неге вот мысалы бір жылдың ішінде егер 54 адамды әкеліп жұмыс тауып беретін болсам, онда мен мынау сияқты қиналып жұмыс жасап жүрмеймін. Керісінше өзіме ұнайтын жұмысты жасау арқылы дәл сондай зарплата аламын. Ал егер там 100 адамға жеткізетін болсам, онда соответственно одан да көп ақша таба аламын деген секілді. И вот содан бастап айналыса бастадық. Былай қарап тұрсаң сол. Жалпы енді адамдарды өткізе бастағаннан кейін бір нәрсе бар ғой, цепочка деген нәрсе болады бұл жұмыста. Мысалы мен бір адамды өткізіп беретін болсам, оның туысқандары бар, оның достары, там группаластары, араласатындары, солардың өздеріне айта бастайды. Вот мен осындай Абди арқылы өттім, Абди арқылы келдім. Егер мен сияқты там жұмыс жасағым келетін болса, дәл Абдиге хабарлас деп сондай. Но енді былай қарап тұратын болсаң, оның көпшілігінде возможность бар. Бірақ енді оның ішінде көпшілігі мысалы өте алмайды. Ал мен шынымды айтайын, өте қатты өткізгім келеді. Мысалы консультацияға адамдар келіп жатыр. Көпшілігінде шынымды айтатын болсаң, возможность жоқ. Оларда там, не знаю, бір жұмыс орны, то же самое анкетасы, визовый историясы, там, не знаю, жұмыс историясы, семьямен байланысы, там, отанмен байланысы, басқа да нәрсе секілді. Вот барлығына көмектесу керек. Сол кезде мысалы былай қарап тұрсаң, көптеген адамдарды просто консультацияға келеді и кетіп қалып жатады. Мысалы там менің Америка Құрама Штаттарға баруға шансым аз екен деген секілді. Или там маған айтты, пустой паспортпенен сенің историяң бойынша там өте алмайсың деген секілді. И вот сондай не қылды. И допустим, мысалы қазір мен өзімнің возможностьтарын білемін, көптеген нәрсеге адамдар білет. И соларға бір жаңылдегі айтқан менің қолымда деген себебім осы емес пе? Өте алмайтын адамдарды оның бәрін өткізу керек. Сол секілді қазір мысалы визовый история деген нәрсені енгізіп жатырық. Нормально. Осыдан бір жыл болды уже. Теперь енді өзім жәндегі адамдармен бірге Европаға шенгенский ең арзан бағада, біз оған ешқандай там қосымша теңге қосып жатқан жоқпыз. Прям туристический компаниялар
услуга косады го барлык нерселер. Бизде там прям, потому что мен ойлаймын, вот 20 адам өтөтүн болса, 20 адамды алып шенгенский виза жасатып, потом келип onun içinde там 15 адам Америкага өтөтүн болса, 15-ин өзүнө бир аптада там $700, $800 ну аптасына биз табатын акчасынан алууга тырышабыз го кызметти. Сондай болатын болса, 15 адамың уже там нормально там $10,000 допустим. Мен мисалы bunday нерсени эч кимге айта бермейтин едим. Просто айтуу керек болуптур. Получается, мисалы мен қазір өзім есептеп отырмын, мен өзіме шенгенский виза бір аптаға сіздермен бірге бару мен үшін $1000 түседі. Но, соответственно, мен там $10,000 таба аламын бір неден. Поэтому там қазір ойлаймын то, что неге вот шенгенский нәрсені жасамасқа. Не только Шенген, там визовая история, то же самое басқа да мемлекеттерге, там Африка, Индия, Юго-Восточная Азия или там Южная Америкаға деген секілді әртүрлі жерлерге. И, конечно, оның бәрі влиять етеді. Сол секілді, білмеймін, енді ұйымдастыруға тырысамын осы нәрсенің бәрін. И мен просто 100% соған уверенмін, оның бәрі адамдарға кейін өте үлкен пайдасын тигізеді. Сол себепті сіздерден не керек? Не дейтін еді? Вот Абди там, Абдиге не қылдым, Абди өткізет емес, сіздер де, пожалуйста, талпыныңыздар. Маған просто, не знаю, виза сыйлаңыздаршы, и все, американский визаны тапсырып, давайте осындай нәрселер жасайық. Виза қажетті любой нәрселердің барлығын. Аямаңыздар өздеріңізден. Мысалы, мен баяғыда там 2015 жылы тапсырмақшы болған жолдас балдарым болған, мен келгеннен кейін де, маған дейін де, и вот олардың барлығына вот сол кезде олар айтқан, ой, там біз Америкаға бармаймыз, осындай деп. И уақыт өте келе қазір там түсініп, потому что возможность жоқ, көпшілігінде там нормально жұмыс істеуге, нормальный зарплата. И олар түсініп, там виза қажетті нәрселердің бәрін жасап, визаларын алып жатыр. И, соответственно, уже доходтары да, ну, нормально неғып жатыр. И вот дәл сол секілді сіздерге де айтамын. Не то, что там, мысалы, бір ай, 2 айда там визалам, анау емес, долгосрочно нелер қойып, не дейтін еді, пландар қойып. Давайте там, мысалы, не только мен бір неме қатысыңыздар, турма Европаға болады. Одан кейін давайте там Индияға барайық, или там Африкаға, там Южная Африканская республика, Японияға барып қайтайық, не знаю, Австралияға барып қайтайық одан кейін. Но потом мақұл сіздерде там, мысалы, общий визовый историяға там 1,5 миллион, 2 миллион теңге кетеді. Оны бостан-босқа кетпейді ғой, өздеріңіз қайта ел көріп, жер көріп қайтасыздар, қаншама арзан бағаға, қаншама еще экономдап. И вот не только там визовая история, потом мен просто 100% уверенмін сіздер виза аласыздар, и поэтому там, мысалы, допустим, мақұл дейік, мақұл там 10 мемлекетке аралып 400 теңгеден 4 миллион теңге ақша кетсін. Маған сондай ақша құртып, потом американский визаны сыйлап берсеңіздер, білмеймін, мен сол 4 миллион теңгені сіздерге возможность жасай алам, Америкаға келіп, Америка білесіздер ғой, визаны 10 жылға береді, границадан өскенде 6 ай печать басуға болады. 6 ай сіздер жұмыс істей аласыздар. 6 айдың ішінде 4 миллион теңгені сіздер просто ақтап аласыздар спокойно. Сол секілді еш нәрседен қорықпаңыздар. Не знаю, мысалы, мен өз басым мысалы таңғалам, біреулер там $20,000 или там $10,000 беріп бір жерге там жұмысқа кіріп атады. Нормальный жұмыс, или там тоже самое государственная служба. Кірмеңіздер, ол сіздер дұрыс емес деп ондай нәрсені айтпаймын. Мен мысалы өз басым, білмеймін, более-менее перспективный нәрселерге не аламын. Балдарды айтады там, давайте там Кореяға не алайық, Абди Кореяға жіберсей, балдарында осында біз мына жерде жұмыс тауып береміз, не аламыз, не дейтін пайда көреміз деп. Мен просто Кореяға істемейтін себебім, білмеймін, мен ол жерде бір перспектива көрмеймін балдарға. Потому что Америка сияқты емес, Америкада вот келеді, адамдарда возможность бар. Кеше бір қыз жазды ғой, мысалы Италияда өмір сүрген, айтады, Италияда там болады, как семейный, басқа да ретінде өмір сүруге болады. Итальянстар секілді келген иммигранттарда оларда перспектива жоқ дейді. Америкада ондай емес, перспектива бар әрбір адамға, әрбір келетін. Не знаю, оқуым дейсің ба, нормальный жерге жұмысқа кірем дейсің ба, бизнес ашам дейсің ба, любой нәрсе перспектива бар. Сол секілді осы нәрсені постоянно айтамын ғой сіздерге, ұсынып жатамын. Сол секілді давайте қайталап айтамын, жігіттер, виза сыйлаңыздар, и сіздерде барлығы болады. Визаға қажетті нормально алуға болатын жағдайлардың барлығын сіздерге айттым.
аямаңыздар өздеріңіздің болашақтарыңызды, өздеріңіздің мысалы көптеген үлкен кісілер көреді, сіздердің бала шағаларыңыздың, одан кейінгілердің болашақтары. Просто аянбаңыздар. Алға мақсат қойдыңыздар ма? Вот. Просто талпыну керек. Ал мен өз кезегімде действительно көмектесемін. Там айтады, не үшін там көмектескішсің, сондай не үшін қамын ойлап қалдым. Не үшін болғанда просто менің жұмысым сол, бір апта или там қызметіне қарай 2 апта зарплатасын алу. Америкада ол вообще дымда емес. Топ қылып адам жібер арқылы мен нормально там доход ала аламын. Соответственно, сіздер өмір бақи тоже доход ала аласыздар. Сөйтті, жігіттер, давайте тек қана алға, я не знаю, басқа айтатын сөздерім. Кеттік Евро турға, короче, 6 январь күні барлығымыз бірге ұшамыз. И мен видеоблог түсіруге тырысамын, чтобы сіздер тағы да видео турға баруларыңыз келген секілді. Енді тур ол тек қана маған емес, бірінші очередь ол сіздерге қажет, сіздер заинтересован болуларыңыз керек. Қызығушылық ол сіздерде болу керек, чтобы болашақта соның өзінің жемісін жейтіндей. Сол секілді рахмет видеоны көргендеріңізге. Давайте тек қана алға жігіттер.